Ассалаумағалейкум достар. Бүгін видеоның атынан көргендей Әділет Жауғашардың «Беймәлім қыз» деген әніне разбор бары түрімен және барысыз түрімен көрсетем. Сосын бочкамен тартылатын қағысын және Әділет Жауғашардың өзінің түсірген каверіндегі қолданылған аккордтарын көрсетем. Ал енді оригинал аккордтарында 6 аккорд қолданылады, жалпы қайырмасында, жұмақтарында. Біріншісі BM аккорды, сосын FM, сосын CM, сосын A аккорды, сосын E, сосын D аккорды. Осы 6 аккорд қолданылады. Ал енді қалай ұстау керектігін де үйрете салайын. Бірінші BM аккорды екінші латта бари аламыз. Үшінші латта екінші струна, төртінші латта үш пен төртінші струна. Сосын FM аккорды екінші латта бари, төртінші латта бес пен төртінші струна. CM аккорды үшінші латта бари, сосын төртінші латта екінші струна, бесінші латта үш пен төртінші струна. Осы жерде суреттен шығарып кететін боламын. Сосын аккорд А, бесінші латта бари аламыз. Сосын алтыншы латта үшінші струна, жетінші латта бес пен төртінші струна. Сосын аккорд Д, ол да бесінші латта бари, жетінші латта екінші, үшінші, төртінші струна. Сосын енді Е аккорды, оны білетін шығарсыз деп ойлаймын. Е аккорды бірінші латта үшінші струна, екінші латта үш пен төртінші струна, бес пен төртінші струна. Ал енді қағысына келетін болсақ, бочкамен тартылатын қағысы. Бір қағысты екіге бөліп қолданылады. Бірінші осы қағысы бірінші жолында, сосын екінші жолдарында. Ал енді ритмына түсіріп көрейік. Үйленер уақыт келсе дағы, таба алмай жүрмін мен сен әлі. Өзіңді іздеп таусылды ғой, саябақ, кафе, кеңсе бәрі. Өмірдің тауып сыйларын біз, шартақпай жүрген бейғамылмыз. Қайдасың қайда түр тұлғасы, аты жөні де беймәлім қыз. Осылай. Бочка, сол кезде төмен бірге. Сосын бочка бірге төмен. Сосын жоғары, заглушка төмен. Ал енді екінші жолындағы қағысы. Тек қана бочкадан кейін бір рет төмен ұрамыз. Осылай бірінші. Сосын осы қағысты, сосын келесі екі қағыспен кезек-кезек орын ауыстырып ойналынады. Ал енді оңай қағыс түрі. Екі рет төмен, екі рет жоғары, жоғары, төмен, жоғары. Үйленер уақыт келсе дағы, таба алмай жүрмін мен сен әлі. Өзіңді іздеп таусылды ғой, саябақ, кафе, кеңсе бәрі. Осылай. Ал енді барисыз аккордтары. Барисыз аккордтарында бірінші аккорд EM аккорды, сосын C, сосын AM, сосын D. Дәл солай бочкамен де ойнауға болады. Тек заглушканы қосып, заглушка бұнғы үстін басып. Үйленер уақыт келсе дағы, таба алмай жүрмін мен сен әлі. Өзіңді іздеп таусылды ғой, саябақ, кафе, кеңсе бәрі. Ал енді осылай. Шумақтарында бары мен баресі осылай орындалады. Ал енді қайырмасында қолданылатын аккордтары BM аккорды, FM аккорды, сосын A, сосын E. Дәл солай бочкамен де орындауға болады. Талғамым менің тым жоғары, таңдау
жанымды ұғар жан іздеп махаббаттан да үн жоқ әлі. Көңілде мұң бар, көзде шық бар, есіме түсті біз ғашықтар. Мен сені жаным іздемейін, бір күні өзің кездесіп қал. Осы қағыстармен дәл солай немесе почкасыз осы қағыспен де ойнаса болады. Барес аккордтарында дәл сол аккордтармен ойналынады. Текст мен аккордын қай жерінде ауыстыратын осы жерге шығарып кетем. Ал енді Әділет Жауғашардың өзің түсірген каверіндегі қағыстар, қағысы мен аккорды, ол CM аккорды, сосын FM аккордын сол 3-ші латта ұстаймыз, сосын аккорд А, сосын F. Қайырмасында да шумағында да осы 4 аккордпен ойналынған. Үйленер уақыт келсе дағы, таба алмай жүрмін мен сен әлі. Өзіңді іздеп таусылды ғой, саябақ кафе кеңсе бәрі. Осылай орындалады. Ал енді қалаған қағыспен, қалаған аккордтармен осыларды таңдап өздеріңіз ойнай берсеңіздер болады. Разбор осылай, разбор ұнады деген ойдам. Егер ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып келесіздер, қандай әнге разбор керек, соны жазып өтіңіздер.